Бұдан бұлай ел азаматтардың жеке басын куәландыратын құжаттардың қағаз көшірмелерін жинауға және өңдеуге тыйым салынады. Бұл заң 13 ақпаннан бастап күшіне енді. Тек ғаламтор болмаған цифрлық нұсқасын пайдалану мүмкін емес жағдайларда ғана қағаз құжат талап етуге рұқсат етілмек. Айта кетейік, бір ғана жеке куәліктің көшірмесі арқылы алаяқтар сан түрлі қылмыстарды жүзеге асырып жатыр. Мұның алдын алу үшін дәл осы жаңашылдық қолға алынған. Көп жағдайларда ол керек па, керек емес па, құзырлы органдар мысалы үшін сон алады да сіздің куәлігіңіздің көшірмесін алады, өздері сканировать етіп, мысалы үшін әділет департаментіне жіберу керек болса, олар оны сканировать етіп, әділет департаментіне электронный түрін салып жібереді. Ал өзінде копияларға олар не істейді? Мұжып көп жағдайда мусорға тастайды. Ар жақ қарай ол мусор, естественно, көшеге шығады, көшеден адамдар алады оны әртүрлі. Ар жақ қарай информация қолды болып кетеді. Осылайша алаяқтар сіздің куәлігіңіздің көшірмесімен несие алып, өзге де қылмыстарды жүзеге асыруы мүмкін. Сондықтан кез келген жерге куәлік көшірмесін бермеңіз. Құжат көшірмесін қоқысқа тастар кезде немқұрайлылық танытпай, ешқандай ақпарат қалдырмастан жыртып тастаңыз. Бұған қоса әлеуметтік желілерде жеке сәйкестендіру нөміріңіздің болмауын қадағалаған жөн. Мысалы үшін сон мемлекеттік органдарда барлығын доступ бар. Куәлігін алда, қара, өзінің системадан қара, шықты ма, екеуі сай келіп тұр ма, болды, қайтарып бер. Көшірмесін шығарма қой, сен қолың астында тұр ғой. Болашақта елімізде кез келген компания жаңа ақпараттық жобаны пайдалануға енгізбес бұрын ақ хакерлердің көмегіне жүгінеді. IT мамандары жүйені бұзып кіріп, осал тұстарын анықтау керек. Содан кейін ғана халықтың жеке ақпаратын жинауға рұқсат етілмек.